Қалайсыңдар? Бүгін жетіде бүгінмен кездесеміз, командамен жиналамыз. Кеттік. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally. Да, қалайсыңдар? Бүгін бізге кездесуге баратыр. Жетіге қойдық, потому что кондитер командасы тоже челлендж қабылдады. И давайте жетіде кездесек деп. Екі ортада кездесеміз, фонтанның бойымен, фонтан неге беріп, речканың бойымен бұлар төмен қарай біз жоғары көтерілеміз, сол жерде кездесеміз. Пландар жазамыз, кеше көп айттым ғой, кеше 3 сағат кездестік деп. Сондықтан пландардың барын жазамыз. Енді сонда әрекетке көшу керек. Көп жоспарладық. Енді нақты действиялар жазып қою керек та, и сол бойынша жүру керек. Сондықтан нақтылау үшін баратыр. Деп отыр ғой. Давайте. Бүгін прогулка. Күнде жүгіре берсең тоже зиянды. Бір адам айтты, жүгірмей қой деп. Марлан ағамыз айтты, жүгірмей қой. Лучше жүр деп. Сол үшін шамалы жүгіруді төмендетем и жүруге тырысам. Көп дистанцияны, ұзақ дистанция. Ұзын дистанция. Неге команда болып таңертең кездесуді шештік? Потому что алдында айтқандай таңертең тұрсаңдар, таңертең сөйлессеңдер, таңертеңгі встречалардың барлығына бір береке болады, бір келісімге келесің, жаңа идеялар келеді. Сол үшін түнде қазір мынандай не бар. Мен түнде мотивация көп болады, түнде идеялар келеді. Түнімен ұйықтамаймын, түнімен жұмыс жасаймын да, мен күндіз ұйықтайын деген сияқты. Ол как будто бұл дұрыс, но мен алдында сөйтіп ойлағам. Если сен берекені прям сезіну үшін, сен таңертең тұрып жасау керек соның барлығын. Табиғатқа қарсы шығмай, табиғатқа қарсы шықсаң сені езіп жібереді да. Сол үшін табиғатқа қарсы тұрмаңдар, табиғаттың системасымен жүріңдер. Сол кезде бәрі мощный болады. Till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art. Все, онда жасаймыз ғой бұйырса. Мағанда бәрі жүгізі. Как будто бәрі солар, как тайырларды нетіп жүр. Но олай емес, көрдіңдер ма? И вам тоже стоит задуматься. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only. Съемка деген сондай қиын. Барасың, сүресің, қоясың, қайтып келесің, сүресің, қайтып келесің. Вот жүгіріп атып көрді, вот қыздар, вот еркек. Так, біз келдік. Место встречиға. Ну, пока жоқ. Ждем. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. How I stay. 2 сағат отырдық, 100 миллион теңге, 1 миллион долларды табу изи екен. Соған көзіміз жетті, әңгіме мощный болды, таң берекелі болды. Молодцы, тошым тұрыңдар, жасаңдар, ойланыңдар, дамыңдар, өздеріңе сұрақ қойыңдар. Ең бастысы дұрыс сұрақ қойыңдар. Қазір біз Нұрекеге көрсетіп жібереміз. Что мы не балабол деп қойшы. Так, біз дайынбыз. Камера қосып тұр ғой, запись идет. Нұреке сәттілік тілеп қойыңыз. Жасаған келмей тұрғанда жасаған керек қой. Сол сен айтқаның. Ағысына былай жатасың ғой. Аям спорт қазір.
Çıkamazlar yani. I swear to God, man, Ya I'll make belli it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I'll do what I Bu want. жасақ келе тұрма? Жасау керек. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no. Так, бізде бүгін вебинар. Соның презентациясын жасап жатырық. Именно автовебинар. Finally get that call, you get ready, take it on, need a hand out. I already stand out. Бүгін целый день компьютердің алдында өтті уақытым барлығы почти етті. Аудиокнига барлығын бітірдім. Бүгін 9-да вебинар болады, соған дайындалып жатырмын. Соның барын шатты өткізгеннен кейін бұйыртса видеоны монтаждаймын, сағат 12-ге дейін саламын. Бүгін 3-ші күннің аяғына таман мынандай история айтқым келіп тұр. Бір принцип болған, өте қатты бай. Прям бай. Оның баласы болған, корольдің баласы болған. Баласын айтқан ғой, бүкіл слуганы айтқан, мынау не сұрайды, бәрін берді деген ғой, бәрін берді, прям не сұрайды, бәрін берді. Любой каприз сөйтіп өскен бала, прям байлықта не сұрайды, любой нәрсе бере береді алдына. Бере береді. Потом ол бірге вообще бақытсыз болып жүреді, бір не в теме бір состояниеде жүреді ол. Сосын тұрады, бір түнде үйден қашып кетеді. Неге барады? Ол прям замыкта қоршалып тұрған ғой, вообще шығармаған. Ана қара халықты көрмеген, который өмірге таласып жатыр, нетіп жатыр, тырысып жатыр. Бір күн тамақсыз ұйықтап қалады. Үйсіз адамдарды вообще көрмеген ғой, ондай адамдар бар деп вообще білмейді. Соған кетіп қалады. Түнде қашып кетеді да, соның бәрін көреді да, замықтың сыртына шығып кетеді да, көреді. Мано дейді, не болды дейді. Прикинь, мынандай адамдар бар ма деп, үшін миында андай не болады андай. Миы сынады, короче. Ол вообще ойлаған жоқ, что оказывается ондай адамдар бар деп, сосын папасына ренжиді, неге маған осылай көрсетпеді, анау. И ол когда ішінде не болды ғой? Бір ой болды ғой, что что-то не то деген сияқты. И ол сол состоянияны ол ойлайды, өмір деген сол жақта екен ғой. Мен сол өмірді сүру керекпін дейді да. Ол сәтте болдым. Сол жаққа қарай кетіп қалады. Мен кетем дейді. Мен замықтан кетем. Мен бақытты болғым келеді, үшін іздегісі келеді, ішінде бір бақытсыз болып тұр да. Сосын кетіп қалды. Сосын ол ұзақ уақыт бойы кедей болып, дато кетіп қалады ғой енді. Күн оның ешкім етпейді. Күн көре алмай, күнде тек қана бір ғана орехты жеп, орехтың энергиясы көп та. Сол орехты жеп бір өлуге даже шамал қалған ғой. И сосын жүреді да, бірақ әлі бақытсыз да. Сосын оказывается түсінеді, айтады. Оказывается, бақыт дейтін қатты байлықта да жоқ. Бақыт деген ең даже кедей болса да бақыт жоқ дейді да. Екеуінде де бақыт жоқ. Вообще проблема вообще материальный неде емес. Материальный неде емес бақыт деген айтады да. Мен соны түсіндім дейді. Потому что ол ең прям кедейдің кедей болып көрді. И байдың бай болып көрді да. Оказывается, екеуінде де байлық жоқ екен дейді да. Я да ана озарение болды да, енді мен не істеймін дейді. Сосын тұрады да, андай ол еще папасына ұқсаған, корольге ұқсаған, король сияқты. Үшін бірдеңе істегісі келеді, үшін пысықта тоже. Сосын бір талдың қасына жатып алады. Талдың қасына жатады да. Менде как раз андай күшті идея болғанда тұрмаймын дейді. Пока идея келмегенше мен тұрмаймын дейді. И солай жатады. Дальше жатады. Сол именно ненің қасында. В общем, бұл история негізі сөйтті. Дальше бар негізі. Айтпай қояйын. Ладно, секрет болып қалсын деп ізденіңдер сол туралы. И ол мынандай историясы. Будда дегенді білесіздер ғой да? Будда, манағы история Будда туралы. И Будда сол бақытын іздеудің жолында сол Будда деген неге келеді. Мен солай айтсам, потому что манағы айтқан нәрсе ол Будданың историясы. Мана принц қатты бай болды деді ғой. Ол байдың баласы, мана принц дедім ғой, сол Будда. И ол сол бақытын іздеу жолында, сол бақытты табады. И бақытына гармония білесіздер ғой, Будда да вообще не етпейді андай. Материальный демейді, храмда просто бақытты ол жүреді да, өзінің нелерін жасап. И сонда нәрсе да, и маған инсайт болған нәрсе, бақыт вообще не демес, материальный нәрсе демес, жоғарыда неде. Сен қай состояниеде бақытсыз болсаң да,
допустим, сен қатты бай болдың да, сен бақытсыз, сен кедей болдың, сен дымыз керек жоқ та, екеуінде бақытсыз. Дәл сол сияқты саған кажется, что қазір маған бір 30 миллион теңге түссе, мен бақытты боламын, мен былай істейтінен бар. Ол заблуждение, пока сенде 30 миллион жоқ кезде сен бақытсыз болсаң, я сен 30 миллион бар болса, вряд ли бақытты боласың да. Сол үшін сол машинада сияқты, если сен, допустим, машина жоқ та, сен бақытсызсың ба, машина болғаннан кейін вряд ли бақытты боласың. Сол үшін бірінші қазіргі моментте, қазір сізге Құдай не беріп тұр, сол нәрсемен бақытты болыңдар, потом сендерге нәрсе береді. Когда любой нәрсе береді, сендер сол кезде бақытты боласыңдар да. И сендер даже сол нәрсені алып кетсе да, допустим, сен телефон сатып алып, телефон келесі күні сынып қалды ма, сен бақытты бола бересің, потому что саған бір күнге берілді ол нәрсе. В общем, солай инсайтты алыңдар деп ойлаймын, әркім әртүрлі инсайт алады. Сол үшін давайте бүгін 3-ші күн, енді 82 күн қалды. Давайте сопите, сымбаңдар, челленджді бастаңдар.